Ал Венгрияда 300-ден астам отандасымыз дауыс береді. Сайлау учаскесі Будапешт қаласындағы Қазақстан елшілігінің ғимаратында орналасқан. Қазір сайлау учаскесінен тілшіміз Нұрсұлу Қасым бізбен тікелей байланысқа шықты. Нұрсұлу, қайырлы күн, саяси шара туралы баяндасаң. Баяндай беріңіз, Нұрсұлу. Рахмет, Астана. Осы Венгриядағы 193-ші сайлау учаскесі де жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7-де ашылды. Сайлау учаскесіне алғашқы болып, осы Венгрияда оқитын студенттер қауымы келіп дауыс берді. Жастардан кейін осы жерде уақытша жұмыс істейтін, іс-сапарда жүрген отандастарымыз өз таңдауын жасады. Венгрияда ұзақ жылдардан бері тұратын қандастарымыз да белсенділік танытып жатыр. Елшілікте сайлаушыларға арнап дастархан жайылған, яғни елді көптен бері сағынған Мажарстандағы қандастарымыз және Астана мен Алматыдан келген жерлестеріміз осы саяси науқанның арқасында бір-бірімен қауышып, ұлттық тағамдардан дәм татып, мәре-сәре. Сайлау біз үшін мереке, тіпті той дейді бәрі. Пікірлерін тыңдап көрейік. Біз алыста жүріп елімізді сағынамыз, Қазақстанымыз дами берсін. Біз бүгін өзіміздің таңдауымызды жасадық. Қазақстанымыздың осындай өркейіп, дамуына қуанып отырамыз. Көңіл-күйіміз жақсы. Бір ай болды осы сайлауға дайындалып, сол елдің болашағы үшін дауысымызды беріп келдік. Қазіргі таңда көптеген жобалар іске асуда, соларды жүзеге асыру үшін жаңа идеялар мен жаңа топ басшылар қажет деп есептеймін. Жалпы парламенттік сайлауға қатысуға 260 адам ниет білдіріп тіркелген. Олардың басым бөлігі осы елшілік ғимаратында орналасқан сайлау учаскесінде дауыс беруде. Егер түрлі себептермен елшілікке келе алмаймыз дегендеріне тасымалданатын жәшіктерді қолдану арқылы көшпелі сайлау ұйымдастырылатын болады. Осы уақытқа дейінгі мәлімет бойынша сол тіркелген 260 азаматтың 30% дауыс беріп үлгерген. Біздің уақыт сіздерден 5 сағат артта болғандықтан сайлау учаскесінің жабылуына дейін қалған отандастарымызда өзінің конституциялық құқын пайдаланып, өз таңдауын жасайды деген үміттеміз. Әрине. Астана, мендегі ақпарат әзірге осы. Рахмет, бізге тамырлас, бауырлас Мажар еліндегі сайлау барысын баяндаған Европада меншікті тілшіміз Нұрсұлу Қасым.